Жамбыл облысы еліміз бойынша тер өңдеу және аяқ киім шығару саласы бойынша елге кеңінен танылған өңір. 1961 жылы Жамбыл былғары комбинаты болып негізі қаланған өндіріс ошағы бүгінде 2002 жылы Тараз былғары аяқ киім жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып қайта құрылды. Бүгінде 180-нен астам адамды жұмыспен қамтып отырған өндіріс ошағы 500 мыңға жуық жылына аяқ киімді шығаруға қауқарлы. Биылғы жыл елімізде жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Бұл туралы президент Әділетті Қазақстан заң мен тәртіп экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты жолдауында біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Бұл адал азамат, адал еңбек, адал табыс қағидатына толық сай келеді. Қоғамда еңбекқорлық, кәсібилік сияқты қасиеттер өте жоғары бағалануы тиіс. Өз кәсібін жетік меңгерген мамандар ұлт сапасын арттырады. Жұмыстың жаманы жоқ, кез келген еңбек қадірлі. Ең бастысы, әркім жауапкершілікті терең сезініп, өз міндетін сапалы атқаруға тиіс. Сонда ғана еліміз дамудың сара жолына түседі деп атап көрсеткен болатын. Осыған орай Тараз былғары аяқ киім жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысшы мамандарымен тілдесіп, қызметтердің қыр-сырына үңілдік. Түсіріліміздің алғашқы кейіпкері түрік этносының өкілі, кәсіпорынның пішуші маманы Бахтияр Рашидов. Осында 2012 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан шебердің бұл салада 40 жылға жуық тәжірибесі бар. Менің есімім Бахтияр. Осы жерде істеп жатырмын 12 жылдан бері. Вообще мына жұмыспен 88 жылдан 36 жыл болды. Мына жұмыспен қатысамын. Так бәрі жақсы. Оңайды мына жұмыс маған. Мен Тараз қаласында Жамбылский районында туылдым. Село Пригородный. Қазақша үйрендім. Мен осы жерде достарым бәрі қазақтар ғой, енді солармен бірге жүргенде үйренесің ғой. Сонымен орыс тілін школын бітірдім. Сол қазақша сонымен үйреніп қалдық. Қазір жасым 57-те. Еңбегімен бағы жанып, халықтың пайдасына жараған еңбек адамдары қашанда құрметке лайық.